Баршаңызға сәлем. Бұл видеода сіздерге Microsoft Office өнімін ноутбук немесе компьютерге қалай дұрыс орнату керек екенін қадам-қадаммен көрсететін боламын. Жаңадан үйренушілерге де, тәжірибелі қолданушыларға да өте түсінікті етіп дайындалған. Мен осы Word-тың сілтемесін қайдан орнату керек екенін описаниеге қалдырып кетемін. Сол жерден аласыздар да сайтқа бірден өтесіздер. Өткеннен кейін осылай сіздерге шығады. Осылай жүктеп аласыздар да загрузка бөлімін біткенше күтесіздер. Загрузка аяқталғаннан кейін осылай қосасыздар. Мен қазір загрузка етіп қойғам алдын ала. Осылай кіреміз. Ол үшін сіздерде WinRAR болу керек. Сосын 1, 2, 3, 4 парольмен окей деп кіреміз. Аяқталғанша күтеміз. Извлечение. Сосын осы жерден Autorun Exe-ге кіреміз. Бұл ашылғаннан кейін бізге осы жерден Word, Excel, PowerPoint актесімен пайдаланып қолдандым. Сосын RURU деген бізде орыс тілі таңдаймыз да Start Installation бас запускать етеміз. Міне Word бізде жүктеліп жатыр. Барлық бетті жауып тастап осы установка аяқталғанша күтеміз. Міне бізде установка аяқталды. X-ша басамыз. Autorun'да Закрыть деген басамыз. Енді біз қазір Excel'да ашып тексеріп көреміз. Жерге жазамыз. Жазылып тұр. Басып шығамыз. Word ашып көреміз. Бұл жерде де жазылып тұр. Барлығы дұрыс жасап тұр. Сақтап көреміз қазір файлымызды. Сақталып тұр. Толығымен жұмыс жасап тұр. Қазір Office-тің активациясын тексеретін боламыз. Міне активирован активациясымен орнатылады. Егер сіздерде орнатылмаса, активациясымен активация деп жазып кетеміз комментарийға.